Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. 2-ші бөлім сауда жасай білесің бе? Сабағымыздың тақырыбы сауданың қолданылатын орындары. Сабақтың оқу мақсаты: орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау. Оқушылар, өткен сабақты еске түсірейік. Мен сіздерге бір қатар сұрақ қоямын. Абайдың өмір сүрген жылдары. Абайдың әкесінің есімі. Абайдың қанша қара сөздері бар? Абайдың алғашқы жазған өлеңі. Ал сұрақтарымыздың жауабын тыңдайық. Жауаптарыңды тексеріңдер. Абайдың өмір сүрген жылдары 1845-1904 жылдар аралығы. Абайдың әкесінің есімі Құнанбай қажы. Абайдың қанша қара сөздері бар? Оқушылар, Абайдың 45 қара сөзі бар. Абайдың алғашқы жазған өлеңі жаз деп аталады. Жауаптарыңды тексеріп болсаңдар, ары қарай сабағымызға көшеміз. Оқушылар, жаңа ақпаратты қараңыздар. Сіздерге арналған видеоролигімді қарап шығыңыздар.
Оқушылар, видеороликті тамашалап болсаңыздар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге берілген жұмыс 39 бет 9 тапсырма. Қажетті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Қажетті сөздер: екі жаққа үңілдім, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, аздырар адам баласын, досы көппен сыйлас. Оқушылар, мұнда берілген көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазамыз. Қажетті сөздерді қойып болсаңыздар, тапсырманың дұрыс бұрыстығын тексереміз. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Өте дұрыс. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Өте тамаша. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үңілдім. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Оқушылар, тапсырманы жазып болсаңыздар, ары қарай келесі тапсырмаға көшеміз. Білгенге маржан. Абай Құнанбайұлы Семейдегі медреседе оқып жүргенде орыс тілін меңгерген. Ол орыс демократтарымен дос болған. Абай Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов, Крылов секілді ақындардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Абай ойшыл, суреткер, сазгер ақын. Сабағымызды қорытындылау мақсатында түртіп алу инсерт жүйесі әдісін пайдаланамыз. Бүгінгі берілген тапсырмалар кешегі өткен сабағымызды қорытындылай келе, мұнда тұрған кестені толтырамыз. Сабақтан не білдіңдер? Білетінім, білгеніме сәйкес келмейтіні, мен үшін жаңалық, таң қалдырды. Назарларыңызға рахмет. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.